Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді чебуректің жасалу жолын ұсынатын боламын. Бұл рецепт бойынша бірнеше рет жасаған болатынмын. Үлкен қонақтыққа үйде балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте сәтті рецепттің бірі. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бұл жерде 1 килограммдай ұн. Енді 10 грамм тұз салып, үстінен қайнаған су құямыз. Қайнаған су 580 грамм шамасында болады. Сол судың үстіне, яғни тұзымызбен араластырып алғаннан кейін 100 грамм сұйық майымызды құятын боламыз. Қамырдың үйленуіне басқа ешқандай да қоспаймыз. Осылай ыстық суға сұйық майды, тұзды сала отырып қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр өте ыстық болғандықтан, суымыз қайнап тұрғандықтан, бастапқы кезде осындай қасықпен илеп алсаңыздар болады. Артынан ұнды сала отырып, қолыңызбен илеп аласыз. Сонда да бірақ байқас болыңыз, себебі ыстық болса қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Осылай қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Иленген қамыр бұл не? Қарап отырсаңыздар жұмсақ, бұл жерде жұмсақ көрінеді, бірақ та жаюға өте ыңғайлы. Бірінші осы қамырдың дұрыс жайылуы осы иленуінде. Қанған қамыр жақсы жайылатын болады. Осылай 3 бөлікке бөліп, салфан пакетке салып аламыз. Салғаннан кейін осылай демалдырып қоятын боламыз. Демалған қамырымызды осылай ең алдыменен осылай ұнның көмегіменен басып шығатын боламыз. Яғни бірден оқтаудан емес, қамырды жаюға дайындаймыз қолымызбен. Содан кейін барып оқтаумен жаятын боламыз. Қамыр жайған сәтте де өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа қалыңдықта жайыңыздар. Себебі екінші, үшінші зуаланың қамырын жайып алам дегенше алдыңғы жаңағы салмасы салынған чебуректеріміздің несі жабысып қалуы мүмкін ыдысыңызға. Сол себепті орташа қалыңдықта мына тұшпараның қамыры сияқты өзіңізге керек пішінде кесіп аламыз. Негізі кішкентай етіп кессеңіздер, майға түскенде ол көлемін үлкейтеді, сондықтан барынша кішкентай әдемі жасауға тырысыңыздар. Мен енді орташа көлемде жасап жатырмын. Бұдан үлкенінде жасап көрдім, кішкентайында жасап көрдім. Осы форма маған тиімді болды. Енді қамырымызды жайып алсақ, үстіне салмасын картопты суға пісіріп, сүтпен езіп араластырып алдым, сармай қосып. Салмасы өз қалауыңыз бойынша, құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді қамырды түю барысында ескеретін маңызды жайт, яғни қамырыңыздың айналасын міндетті түрде сулап алыңыздар. Неге? Су бүркеп, себебі бұл бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін, заварной болғандықтан тез кебеді. Егер қамырыңыз осылай дұрыс жабылмаған болса, ол майға түскенде ашылып, ішіндегі салмасы шашырап, сіздің чебуректеріңіз дұрыс шықпай қалады. Сондықтан да су бүркеп алуға кеңес беремін. Осылайша түйіп аламыз төрт жағынан. Енді осы түйілген чебуректерімізді қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Неге салып алдым доскыма. Енді алдыңғы бөлігін төменге қарата отырып, қызып тұрған майда орташа отта пісіретін боламыз. Видеоны негізі жылдамдатып қойдым. Бұл сізге тез көрінуі мүмкін, бірақ та осылай айналдыра отырып, орташа отта қызарғанша пісіріп аласыздар. Қамыр өте нәзік, жұмсақ, бірнеше күн тұрса да ол жұмсақтығын сақтайды. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатырған болса, каналымның дамуына үлес қосып, өз достарыңызбен бөлісіп, комментарий, лайк басып, қолдап отырсаңыздар, қуанып қаламын. Сол үшін өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде кері байланыс беретін боламын. Қалған бөліктерінде дәл осы реттілікті сақтай отырып пісіріп алатын боламыз.
Айналдырып пісіру барысында барлық жері бір тегіс қызаратын болады, сондықтан айналдырып пісіруден қорықпаңыздар. Мінекей, дәл осы реттілікті сақтай отырып пісіріп алатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бір жасап көрсеңіз, сізге ұнайтын рецепттің түрі. Сонымен біздің чебуректеріміз дайын болды. Енді оның қасына мен өзімнің арнамда бар, яғни песочный тестодан самсада жасаған болатынмын. Мінекей менің чебуректерім осындай әп-әдемі болып шықты. Егер де самсаның рецептісі керек болатын болса, YouTube арнамда төменге сілтемесін қалдырып кететін боламын. Егер видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.